Мұхтар Шаханов, компьютер басы жарты адамдар. Елге ұстаздық еткен қарттан алғыр, құйма құлақты қонақтар сұрапты. Аға, неше балаңыз бар, соңыңыздан самғаған? 1,5 деп тіл қатып тәлік адам. Ал дәл айтсам, 3 жылым бар зерегірі білімді, 3-еуі де ғылым қуып назар ертілінді. Сол 3 жылдың бірі ғана қайсар ұшқыр арманын, техникалық санатымен ғылыми өз толғамын, өз ұлтының рухани байлығына жалғады. Содан шуақ қуат алып ғаламды ғой толғады. Екі ұлымның тағдырында ол өзгеріс болмады. Екеуі де жалаң білім шеңберінде сорлады. Рухы, жаны аласаның зорлық жатар парқында, сондықтан қос перзентімді санайыммен жартылға. Мейлі, екі ұлымды қақсада уақыт арқадан, нағыз ұлым біреу ғана, екеуі жартыдам. Бізді қайтап бармақшы, мына заман ақпалы. Ұлан байтақ жерімізді жарты адамдар қаптады. Қайда барсаң көз алдыңда өнеге боп жарқылдар, жарты бастық, жарты ұстаздар, жарты қыздар, жартылдар. Президент пе, депутат па, тракторшы ма бәрібір, бойын рухтан аулақ салса бәрінің де мәні бір. Өз халқының тілі зор адами парқына, тамыр жалғай алмағандар не сыйлама халқына? Бұл қазаққа көз еткен бе, тілдің мұңын сөз еткен бе? Кей басшыларын ақ бір жылан көргенде боп қалтырар. Ұлтсыздардың бәрі рухи мүгедектер жартылар. Тілін, ұлтын менсінбеуден ол қасқалар бақ табар, бар назары материалдық игілікке тоқталар. Жағымпаздар қолдауымен олар бүгін мақталар, ал тарихта рухын сатқан қараңғылы боп қалар. Ұлы Ғабит Мүсірепов қара сөзін кемелі, бүткіл қазақ рухының кемес бір беделі. Тіршілікпен қоштасатын ең соңғы сәт соққанда, сол соңғы сәт өз күшінің соңғы шамы жаққанда, ажырамай сенімінен, діріл қаққан ерінінен, қанат ойын келер күнге аққу етіп оздырған. Шыншыл тұлға жанындары нақ мынадай мағынада, елге арнаған ақтық сөзін маған айтып жаздырған. Шын өнерді басынса да жеңе алмайды асқазан, шырқау рух аспанында басқа мүдде басқазан. Ғасырда асыр әдебиеті өнер ұлы болмаса, ұлттаралық табалмайды, және ұлы болып саналмайды ешқашан. Бүгін неге рухсыздық секілді зор батырлық, ізгіліксіз батырлықтан зардап шегіп жатыр жүр? Ньютон ашқан 3-ші заң нені дейді білдік пе? Әрбір қимыл қарсы қимыл тудырады тірлікте. Егер қарын байлығынан рухымыз пәр тұрса, ұқсас тексіз жабыр ойлар бір бақытта асқынса, қоғам қалай ұстамақ шадыл ойдың жылбырын, жан байлығы саяс күштер жек көреді бір-бірін. Олар қазір оятпауға тырысады аңқау елдің намысын. Ояндан де Фердаусидің және Абайдың айбыны, бүгей елмау ғасырғасын бұл таскүнгей қайғыны. Қол қусырып көнеміз бе, үнсіз жата береміз бе, робот тесік арқалаған мейірімі тіл жартадым, жердің бетін түгел жаулап жеңгенше. Дөңбекшейді көңіл қалам, бүгін өлу жеңіл маған, осы рухсыз жеңістердің ертеңіне сенгенше.